Сәлем достар, сіздермен Диляра молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге жұмыртқа мен шым-шым тұз қосып, жақсылап миксерлеу қажет. Құрғақ ингредиенттерді қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның көлемі 2-3 есе көтерілгеннен кейін сгущенканы қосамыз. Енді үстіне бірнеше рет бөліп құрғақ қоспамызды қосамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді 2 ас қасықтан пергамент қағазына жайып шығамыз. Пергамент қағазының сапасы жақсы болу қажет. Менде кольцоның диаметрі 22 см. Біркелкі етіп жағып болған соң 180 градуста 5-7 минуттай пістіреміз. Осындай 9 корж шығады. Енді крем-пломбир дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сгущенка, қаймақ және сливки 33% қажет. 33% сливкиді өзінің формасын ұстағанша миксерлеп аламыз. Енді үстіне сгущенка мен қаймағымыз саламыз. Бір минуттай миксерлейміз, креміміз дайын болады. Қатты сұйық қылып жібермейміз. Корждарымыз толықтай суыды, енді тортымызды жинаймыз. Әр корждың үстіне 2-3 қасық кремімізді салып жағып шығамыз. Бетін пищевая пленкамен жауып, бір түнге қойып қоямыз. Немесе тоңазытқышқа 5-6 сағатқа. Торттың бетін әсемдегенге вафельный крошки жасайтын боламыз. Ол үшін май мен сахарный пудраны миксерлеп аламыз. Артынан жұмыртқаның ағы мен ұнды қосамыз.
Силиконовый коврикқа жұқа етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 160 градуста 6-10 минуттай беті қызарғанша пісіреміз. Осындай болып пісіп шықты. Енді оны ұнтақтаймыз. Енді торттың бетіне қалған кремді жағып, вафельный крошкамен әсемдейміз. Қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен үстіне миндальный лепестки септім және насадканың көмегімен шетін әсемдеп шықтым. Менде торт бір түн тұрды. Міндетті түрде тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қою қажет. Кремнің бәрі сіңуі керек. Осындай әдемі, нәзік тортымыз дайын болды. Корждарының жұқа болған әсерінен ол өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.